Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге дәл осындай үрленіп пісетін дөп-дөңгелек, әдемі, дәмді бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтіміз бен жылы суымызды құйып аламыз. Сары майымызды салып, ерітіп алатын боламыз осылай. Тұзымызды саламыз. Қантымызды салатын боламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Қамырымызды ашыту мақсатында ашытқыш, яғни дрожжды саласыздар. Ал енді қамырымызды илеуді бастаймыз. Ұнды міндетті түрде осындай елегіштен өткізіп салуларыңыз қажет. Ұнымызды осылай жаймендеп керегінше салып отырамыз. Ыдысымыздың жан-жағындағы қамырларды да осылай ортадағы қамырға біріктіріп, жақсылап қамырды илейтін боламыз. Міне достар, видеода көрсетілгендей қатты қолға жабыспайтын осындай жұмсақтау кішкене қамырды илейміз. Міне достар, менің қамырым дайын болды. Осындай келесі ыдысқа өткізіп, бетін жауып, жылы орап қоятын боламыз. 1-1,5 сағаттың ішінде менің осындай қамырым, қараңыздар, көлемі үлкейіп 2-3 есеге ашып шықты. Ал енді осылай үстеліміздің үстіне кішкене ұнды себеміз, қамырымыз жабысып қалмас үшін. Қамырымызды үстелдің бетіне жайғастыратын боламыз. Дәл осылай оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып шығамыз. Менің қамырымның қалыңдығы 1 сантиметрдей шамамен. Қамырларыңыз кішкене қалыңдау болатын болса, сіздердің бауырсақтарыңыз үрленіп, дөп-дөңгелек болып, әдемі болып шығатын болады. Менде дәл осындай дөңгелек етіп кесуге арналған форма бар. Соны қолданып, осылай бауырсақтарымды дөңгелек етіп кесіп аламын. Дайын болған бауырсақтарымды осындай сүлгінің үстіне қойсаңыздар болады. Арнайы матаның. Сосын барып, бетін жауып, кішкене 10-15 минутқа қалдырасыздар. Сол кезде қамырларыңыз кішкене көтеріледі. Яғни ашып, бауырсақтарыңыз дөңгелек болып, әдемі болып шығатын болады. Ол аралықта біз майымызды қыздырып қоямыз. Қараңыздар, майыңызды қыздырып, осындай тап-таза май болғаны дұрыс. Қызған майымыздың үстінен осылай бауырсақтарымызды жаймендеп салып, қызартып, пісіріп алатын боламыз. Екі жағын аударып, кезек-кезек пісіріп аламыз. Міне достар, біздің дөп-дөңгелек үрленіп піскен бауырсақтарымыз дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, дәл осы видео сіздерге ұнаса, лайк қойып кетіңіздер. Дәл осы рецептпен үй жағдайында жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.